Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің есімім Мерей. Бүгін сіздерге жаңа бала ойыншықтарының ең хит, ең қатты сұранысқа ие ойыншығы балауен ойыншығына толығымен обзор жасайтын боламыз. Бізде балауен ойыншығы екі түрде болады, яғни қыздарға арналған және де ұлдарға арналған. Осы ойыншыққа толық обзор жасайтын боламыз. Ең бірінші ашып көрсетейін сіздерге толығымен. Балауен ойыншығы бізде граммофон түрінде жасалынған. Қарап отырсаңыздар, біздің қораптың ішінде не бар? Ең бірінші біздің осындай құрылғымыз, одан бөлек осылай қойып қоятын заты. Және де осы құрылғыны қалай пайдаланамыз, соның нұсқаулығы толығымен көрсетілген. Осы нұсқаулықты пайдалану арқылы құрылғының пайдалану жолын көрсеңіздер болады. Онымен қоса, балауен ойыншығының тағы да бір ерекшелігі зарядный устройство арқылы жұмыс жасайды, яғни зарядтап шексіз қолдана берсеңіздер болады. Келесісі бізде осындай әртүрлі 96 дискіден тұрады. Қазір ашып көрсететін боламын. Бұл ойыншықтың қандай артықшылықтар бар, соған да жеке-жеке тоқталайық. Ең бірінші, бұл ойыншықты кішкентай кезінен балаңызға қойып, тыңдатып, балаңызды зерек қылып өсірсеңіз болады. Яғни бізде балауен ойыншығы өте көптеген, яғни тақырыптардан тұрады. Нақтырақ айтатын болсақ, бізде 13 түрлі мазмұнда 400-ден аса шығармалар қамтылған. Мысалға қарайық. Бұл жерде не бар? Тіл ашар, ертегілер, сен білесің бе, жануарлар, зейін ашар, балалар әндері деген сияқты түрлі тақырыптар қамтылған. Одан да бөлек бір картаны 4-5 минуттай уақыт тыңдасаңыздар болады. Мысалға қолданып көрейік. Қарасаңыздар, құрылғыны қосамыз. Осындай әртүрлі карталарды құрылғыға орналастырамыз. Мысалға ең бірінші біз ертегі тыңдап көрейік. Бір осындай дискінің өзінде 2-3 шығарма бірден қамтылған. Яғни бір дискіні 4-5 минут көлемінде пайдалансаңыздар болады. Қарайық. Ақ көйлек. Қожа Насыр бір күні түнде далаға шықса, есіктің алдында ағарып тұрған бір затты көреді. Жалма-жан үйіне жүгіріп кіріп, мылтығын алып шығып, әлгі ағарғанды атып тастайды да, не де болса ертең көрермін деп үйіне кіріп жатып қалады. Ертеңіне тұрып, түндегі атқан нәрсесін қараса, өзінің жуып, жайып қойған көйлек екен. Мылтықтың оғы шұрық десіп. Яғни сіздер ертегіні тыңдап отырып, дауысын қоссаңыздар болады, азайтсаңыздар болады. Онымен қоса, балаларыңызға осылай ұйықтату кезінде пайдалансаңыздар болады. Және де одан да бөлек қазіргі таңда бұрынғыда ертегі айтатын әжелеріміз де қалмады ғой, былайша айтқан кезде. Сондай адамдардың орнын басатын ретінде немесе кішкентай балаларыңыз кішкентай кезінен бастап зерек болып өскенін қаласаңыздар, осы ертегілерді граммофон арқылы қойып қоясыздар. Енді тағы да басқа тақырыптарын қарап көрейік. Мысалға, келесі бізде тіл ашар, ол яғни жаңылтпаштар. Құрылғыны қолдану өте жеңіл, осылай картаны қойсаңыздар жеткілікті. Енді бізде келесі жаңылтпаштар. Жапалақтап қаптап аққар жауды, алқапты әппақ аққар жапты. Жапалақтап қаптап аққар жауды, алқапты әппақ аққар жапты. Негізі қазір ата-аналардың барлығы жұмыста болып, балаларға бұндай дүниелерді үйретуге негізі уақыттары жоқ. Ал егер сіз осы құрылғыны балаңызға алып беретін болсаңыз, пайдалану арқылы балаңыз жаңылтпаштарды оңай жаттап алатын болады. Яғни негізінен кішкентай балалар тыңдау арқылы тез жаттап алады да. Солай сіз кішкентай кезінен бастап пайдалы ақпараттарды көбірек үйрететін болсаңыз, балаңыз кішкентай кезінен бастап тапқыр ақылды болып өседі. Осылай жаңылтпаштарды көрдік. Енді келесісі бізде тағы да қайсысын көрейік. Ертегілер. Сен білесің бе деген картаны қарастырып көрейік. Негізі бұл граммофонды кішкентай балдар ғана емес, үлкен адамдар да пайдаланса болады. Себебі сен білесің бе деген сияқты картадағы ақпараттарды үлкен адамдардың да өзі білмейді, былай қарап тұрсаңыз. Ал егер сіздің балаңыз осы ақпараттарды кішкентай кезінен бастап біліп өсетін болса, өзінің болашағына да күшті бір инвестиция болады. Енді тыңдап көрейік. Сен білесің бе? Сен ғұн патшасы Атила туралы европалықтар қандай дастандар жазғанын білесің бе? Европалықтар ғұн патшасы Атиланы Рим империясының естісінен құтқарған әділ патша деп аңызға. Европа корольдері
өз балаларын соғыс ісін меңгерту үшін Атиллаға арнайы жіберген. Даңқты қолбасшының ерліктері ауыздан ауызға тараған. Мысалы, дәл қазір осы айтқан тарихи ақпаратты мектеп бағдарламасы бойынша 5-ші сынып немесе 6-шы сынып кезде оқытады. Ал егер сіздің балаңыз 3-4 жасынан бастап осыны тыңдап өсетін болса, өзі болашақта да ақылды болып шығатыны сөзсіз. Енді келесі тағы да бір картаны қарап көрейік. Мысалға бізде жануарлар деген тақырыптағы картада не бар? Не айтылады? Қарайық. Ит, күшік, мысық. Яғни бұл картада жануарларды таныстырып жатыр. Тағы бір соңғы рет көрейік бір картаны, ол бізде балалар әндері. Енді сіз балаңызға осылай өзіңіздің нервіңізді құртпай-ақ, осы граммофон құралы арқылы өлеңдерді оңай үйретсеңіз болады. Балауен ойыншығының тағы да бір артықшылығы, кішкентай балдарыңыздың дауысын жазсаңыздар да болады. Ол қалай жүзеге асады, қарайық. Осындай 4 түрлі бізде карта болады, бос карта. Сол картаны граммофонға қоясыздар. Дыбыс жазу басталды. Осы дыбыс жазу басталды деген кезден бастап өздеріңіз сөйлей бересіздер. Сол кезде бұл дискіге арнайы дауыстар жазылатын болады. Мысалға тыңдап көрейік. Осы дыбыс жазу басталды деген кезден бастап өздеріңіз сөйлей бересіздер. Сол кезде бұл дискіге арнайы дауыстар жазылатын болады. Яғни жаңа менің сіздерге түсіндірген сөздерім осы дискіге жазылды. Сіздер де осылай кішкентай балдардың дауысын жазсаңыздар болады. Балауен ойыншығының тағы да бір ерекшелігі Bluetooth қосу арқылы жұмыс жасай алуы. Яғни өздеріңіздің телефондарыңызға Bluetooth'ды қосып жасасаңыздар болады. Мысалы қарайық, осы жерде арнайы Bluetooth'ның суреті көрсетіліп тұр. Соны басқан кезде телефонға қосасыздар. Bluetooth қосылды. Bluetooth қосылды. Да қараңыздар. Осылай Bluetooth'ды қосасыздар. Bluetooth қосылды. Телефондарыңыздан балауен деп шығу керек. Мына балауен қосылды. Енді мысалы қазір TikTokқа кіріп көрейік. Мысалы осылай телефондағы дыбыстарыңызда шығатын болады. Бір жаға бұны осылай колонка ретінде де пайдалансаңыздар болады. Сөйлей отырасыздар ғой. Бұл осы балауен ойыншығының артықшылықтары болып табылады. Егер де сіз кішкентай кезінен балаңызды дамытып, ұлттық құндылықтарды үйретіп өсіргіңіз келсе, балауен ойыншығы сізге таптырмас құрал болатынына сенімдіміз. Осындай әр түрлі құнды ақпараттарды балаңызға кішкентай кезінен бастап үйретіп, балаңыздың зерек болуына өз үлесіңізді қосыңыз.